Мен екінші А сынып оқушысы Төлендар Зерен Нұржан қызымын. Мен Абай Құнанбайұлының өлеңін оқимын. Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы десеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбек керем ой, қанағаттырақ ойлап қой. Бес асылыз көрсеңіз, жаманды көрсең нәфрәтлә, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ибрәтлә. Оны ойғарсаңыз, ғылым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да құсап бақ, бір ғылымды көрсеңіз, ондай болма қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге олам күн беріп, жолдай жатып сөлсеңіз, дүниеде өзі малда өзі ғылымға көңіл берсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз, ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақылменен жеңсеңіз, надандарға бой бермей, шын сөзбенен өлсеңіз, аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз, көп орында айтпа біздің сөзге ерсеңіз. Мұның жазған кісінің атын білме сөзін біл, осы жалған дүниеде, шешенде өткенне бұлбұл, көсемде өткенне дүлдүл, сөз мәнісін білсеңіз. Ақыл мизан өлшек ол, егер қисық көрінсе, мейлің таста мейлің көл, егер түзу көрінсе, ойлап құлаққа іл. Ақымақ көп, ақылда аз, деме көптің сөзі бұл, жақының сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандық пе кім айтса, ондай түпсіз өзге ерме. Сізге айтамын бүгінгі өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыларсың жылма-жыл, біреу үшін